Ерлігін дәлелдегісі келген екі ойсыз жас жігіт Кореядағы ең қарғыс атқан 3 үйдің бірі тастанды. Гонгем психиатриялық ауруханасына кіріп кетті. Мұндағы ең атақты әрі ең қауіпті орын 402-ші бөлме еді. Айтуларынша, оны ашуға талпынған ешкім тірі қайтпаған. Бірақ олар мұндай ырымдарға сенбеді. Отверткамен балға алып, есікті ашпақ болды. Біреуі күлгенде, түсініксіз бір жағдай орын алды, әлде қашан тоқтаған күлкі арттарынан баяу жаңғырық болып естілді. Дәл осы сәтте қастарындағы есіктің ар жағынан елестің жүзі жылт етіп, бейнежазба үзіліп кетті де, әлгі екеуі қайтадан ешқашан көрінбеді. Бұл оқиға көп ұзамай желіде қызу пікірталас тудырды. Бірі бейнематериал шын десе, енді бірі жалған деді. Ал Хаджун деген оқиғаларды тікелей эфирде көрсететін стример үшін бұл қолда тұрған мүмкіндік еді. Әсіресе, егер оның тікелей эфирі 1 миллион көрермен жинаса, демеушілер оған 500 миллион вон төлейтін болды. Ол бірден Гонгем психиатриялық ауруханасын өзі барып тексеруге шешім қабылдайды. Алдын ала жасаған зерттеулері бойынша, аурухана 1961 жылы ашылғанда Кореядағы ең үздік психиатриялық мекеме ретінде танылған. Бірақ 1979 жылы күтпеген жерден барлық науқастар өз-өзіне қол жұмсап, ал директоры жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен. Осыдан бастап аурухана жайлы сан түрлі қауесет тарады. Бірі бұл жерде Жапон солдаттары жергілікті халықты жаппай атқанын, ал оны жасырмақ болып аурухана салғанын айтты. Енді бірі бұл мекеме құпия үкіметтік азаптау орны болғанын, ал науқастар өзін өлтірмеген, директордың қолынан қаза тапқан құрбандар екенін жеткізді. Директордың жоғалуы жайлы да түрлі сөз болды, кейбірі ол құлап өліпті деді. Аурухана жабылған жылдардан бері адамдар іштегі жылаған дауыстарды естіп, елестерді көргенін айта бастады. Бірақ әңгімелер қаншалықты қорқынышты болса, соншалықты көп адам ол жерді сынап көруге құмартты. Әдеттегідей, кіргендердің көбі қайта шықпай, із-түссіз жоғалды. Келесі күні дайындықтарын толық аяқтаған Хаджун 7 адамнан құралған тобымен Гонгем психиатриялық ауруханасына жолға шықты. Топта 3 әйел стример Аын, Джи Хэн және Шарлотт, сондай-ақ операцияға жауапты Шунг Уку, оператор Сунг Хун, монтажшы Джеюн болды. Негізгі кіреберіс күзетте болғандықтан, олар артқы төбешікте уақытша база құрды. Түн түскен соң тікелей эфир жабдықтарын сынап, бет жүздері мен көзқарастарын көрсететін бейнекамераларды киіп, алтау ауруханаға аттанды. Ал топ жетекшісі Хаджун база ішінде қалып, жалпы эфирді қадағалады. Ұзақ жолдан кейін олар қақпаға жетті. Хаджун белгі берген сәттен бастап тікелей эфир ресми түрде басталды. Есіктен кірген бойда мұздай леп соғып, қабырғалардағы граффити үрейлі атмосфераны күшейтті. Шарлотт арнайы дайындаған қасиетті суын шығарып, жан-жаққа камера қойды. Осы кезде жүргізуші рөлін алған Шунг Угу жоспарды түсіндіріп жатқанда, кенеттен қатты дыбыс шығып, артындағы есік өздігінен жабылды. Бұл директордың кеңсесі болатын. Барлығы шошып қалғанымен, эфир көрермендерінің саны өсетінін ойлап, одан сайын қызыға түсті. Шунг Угу оларды ішке бастап кірді. Бірақ көргендері қираған қабырғалар мен ескі жиһаздар ғана еді. Сол сәтте олар әйел директордың пациенттермен түскен ескі суретін тауып алды. Фотодағы науқастардың барлығы көздерін бір жаққа тік қадап тұрса, ал директор ғана тікелей камераға қараған. Бұл қорқынышты контраст олардың төбе құйқасын шымырлатты. Тағы бір суреттен директордың пинг-понг ойнап тұрғанын көрді. Бұл басқа бір қауесетті еске салды. Аурухана ішінде пинг-понг добының тықылы естілетін, ол директордың елесі деген сөз бар еді. Осы әңгімені айтып үлгермей, төбеден бір уыс шаш гүрсетіп құлап түсті. Қорқыныштан қатып қалғанымен, тікелей эфир көрермендері күрт көбейді. Шунг Уку тынышталған соң келесі жоспарды айтты. Ол Сунг Хунмен бірге директордың кеңсесінде рух шақыру рәсімін жасайды. Ал өзгелері екі топқа бөлініп, әрі қарай зерттеуді жалғастыра. Шарлотт пен Джи Хэн бірінші қабатқа тереңдей түсті. Із қалдыру үшін Шарлотт қабырғаға өз атын жазып, дәл үстіне тірі деген граффитидің жанына қойды. Біраздан кейін олар зертханаға ұқсас бөлмеге кірді. Ішінде медициналық жазбалар мен дәрі-дәрмектер шашылып жатты. Кенет Джи Хэн шкаф ішінен бір түрлі қуыршақты көрді. Ол оған таныс сияқты көрінгенімен, ойланып үлгерместен, әйнектің сынған дауысы құлақ жарды. Шарлотт байқамай ішінде сасық иісті, қауырсынсыз тауық сақталған құмыраны тепкілеп жіберген екен. Осы кезде көрініс Джи Хэн мен Арынға ауысты. Олар 3-ші қабатқа жетіп үлгерген еді. Мұндағы басты назар аударар орын жуынатын бөлме еді. Аңыз бойынша бұл жерде талай науқастар жан тапсырған. Сондықтан аурухананың ең үрейлі бөлігі саналатын. Душ қабырғасында адам бейнесіне ұқсайтын қара таңба бар еді. Бұрыннан үрейлі болған Джи Хэн одан сайын қобалжып, алдын ала дайындап қойған сөздерінде дірілдеп айтты. Ол әрі қарай батыл қадам жасағанда,
жартылай адамның басына ұқсас бейне пайда болып, қорқыныштан тілін жұтып қоя жаздады. Алайда, сабырлырақ болған Арын мұқият қарап, оның жай ғана парик екенін, яғни алдыңғы келушілердің әдейі қалдырған қалжыңы екенін түсінді. Басқару бөлмесінен бақылап отырған Хаджун не күлерін, не күрсінерін білмей қалды. Содан кейін кадр қайтадан Джи Хön мен Шарлоттқа ауысты. Олар 4-ші қабатқа көтеріліп, ең қорқынышты есіктің 400-ші бөлменің алдында тұрды. Джи Хön тікелей эфир көрермендеріне бұл бөлменің бұрын аса ауыр жағдайдағы науқастарды емдеу үшін пайдаланылғанын айтты. Бірақ аурухана жабылғаннан бері ешкім ішіне кірмеген. Ал есікті ашуға тырысқандар кейін жұмбақ жағдайда өз өмірін қиыпты. Осылайша бүгінгі тікелей эфирдің басты сәті осы есікті бірінші болып ашу болмақ еді. База ішінде отырған топ жетекшісі Хаджун қуаныштан жарылардай болды. Көрермендер саны әлдеқашан 55 мыңға жеткен. Мұндай қарқынмен миллионға жету қиын болмайтын еді. Біраздан соң алтау қайтадан бірігіп, салтанатты түрде директордың кеңсесіне кірді. Ішінде қызыл жіптер мен қоңыраулар ілулі тұр. Стелде тұмарлар, күріш және рәсімге арналған қызыл ұнтақ қойылған. Джи Хön тізерлеп отырып, хош иісті таяқшаны қойып, дұға жазылған сары тұмарды өртеді. Рәсімді тез аяқтады. Олар еденде үнсіз отырып күтті. Кенет стелдегі шамдар лап етіп сөніп, қоңыраулар қатты сілкінді. Жанталаса қорқып кеткен топтың көзіне қызыл жіптер үзіліп түсіп, барлығы дүркірей қаша жөнелді. Дыбыстар басылған соң ғана алыс жерге жетіп, тыныс ала бастады. Дегенмен Шунг Ук тікелей эфирді ұмытпай, көрермендерге не болғанын түсіндіруге тырысты. Ол бұл жерде бір таза емес күштің барына ант беріп, қауіпті болса да алға қарай жалғастырамыз деді. Хаджун осы сәтте көріністерді қайта қойып, барлығына аздап демалуға мүмкіндік берді. Бірақ ешкім білмеген нәрсе, Шунг Ук пен Сунг Хун жасырын түрде қайтадан директордың кеңсесіне кіріп, Хаджунға телефон соққан еді. Бар болғаны бәрі алдын ала қойылған қойылым болып шықты. Тек көбірек көрермен жинау үшін жасалған айла. Әдеттегідей, аудитория саны 1-100 мыңнан асты. Алайда, Хаджун қоңырауды аяқтай бергенде, қасында тұрған шағын пеш өздігінен тұтанып, стелдегі компьютер бір түрлі жыпылықтай бастады. Ол асығыс жөндемек болып еді. Бөлме қайтадан қараңғылыққа көмілді. Мұны көрген Хаджун сасқаннан не істерін білмей қалды. Әйтеуір, компьютер қайтадан қосылды. Бірақ эфир бейнесі әлі де оғаш жыпылықтай берді. Хаджун бұған мән бермеді. Шынайы қорқынышты түс әлі жақындап келе жатқаннан бейхабар еді. Аурухана ішінде олар тағы да зертханаға кірді. Иіс әлі де сасық, ал қауырсынсыз тауық орнында жатыр. Бірақ Джи Хön мен Шарлотты таңғалдырғаны бұрын шкафтың ішінде тұрған қуыршақ әлдебір себеппен басқа сөреге ауысып кетіпті. Мұны естіген Хаджун бірден Шунг Укке қуыршақты камераға көрсетуді бұйырды. Өйткені ол маңыздырақ нәрсені байқап үлгерген еді. Қуыршақ топтық фотодағы бір науқастың қолындағы қуыршақпен айна қатесіз ұқсас болатын. Шунг Ук қуыршақты көтерген сәтте, Шарлоттың төзімі таусылып, шыдай алмай бөлмеден жүгіріп шықты. Себебі тәжірибелі зерттеуші ретінде ол мұндай заттарға қол тигізуге болмайтынын, ондай нәрсе апат әкелетінін жақсы білетін. Ирониясы сол, осы қорқыныштан туған дүрбелең эфир көрермендерінің санын 200 мыңнан асырып жіберді. Эфирдің бұл бөлігі аяқталған соң, Хаджун, Шунг Ук пен Сунг Хун тағы да қарқылдап күлді. Себебі мұның бәрі әуелден жоспарланған қойылым еді. Бірақ шындықты білмейтін Шарлот бұл жерден кету керек деп қасарысты. Алайда Хаджун мен басқалары мұндай назар аударар құралды жібермейтін. Ақыры Шунг Ук үшін жүректен кешірім сұрап, ештеңеге қол тигізбейтінін айтып уәде берген соң, Шарлот амалсыз келісіп, жалғастыруға көнді. Олар келесі бөлмеге кірді. Бұл топтық емдеу залы еді. Төбесі түгелдей опырылып түскен, ал жан жағында табытқа ұқсас ағаш шкафтар шашылып жатты. Шунг Ук түсіндіріп жүріп, біреуіне жақындап, қолын ішке созды. Осылайша тағы бір қойылымды бастады. Күтпеген қойылым көрермен санын одан әрі өсірді. Бірақ бірінен соң бірі болып жатқан оғаш оқиғалар Джи Хөнді күмәндандырды. Ол Хаджунның Сунг Укке жақыннан тағы қайталауды бұйырғанын естігенде, бәрін өзі тексеріп көруге шешім қабылдады. Батылдықпен қолын шкафтың ішіне соқты. Әуелде ештеңе болмады. Бірақ келесі сәтте Джи Хөнді сыртқа тартып алғандар оның қолында 4 қанға боялған тырнақ ізі барын көріп, барлығы есінен танғандай болды. Ал бұл тек бастамасы еді. Кенет қатты сықыр естіліп, бір шкафтың есігі баяу ашылып, ішінде ештеңе жоқ болып шықты. Сол сәтте Шарлоттың мойнындағы орамалы көрінбейтін күшпен көтерілді. Барлығы қатып қалып, бөлмеден қаша жөнелді. Бірақ демалуға да үлгермей, оларды алдарынан сұмдық белгі күтіп тұрды. Шарлот қабырғаға жазып кеткен аты тұрған жерде бұрын тірі деп жазылған граффити енді
өзін өлтіру деп өзгеріп кетіпті. Бұл көріністі көрген Джи Хön үрейден жанын қоярға жер таппады. Ал Шарлот тағы да жылап жіберіп, мұның қарғыс екеніне толық сенді. Сондықтан екеуі басқалардың тоқтатпақ әрекетіне қарамай, еш ойланбастан шапшаң сыртқа қашып шықты. Басқа жақта Хаджун да аң-таң болды, өйткені ол бұл түсініксіз көріністі бейнетаспа қайта ойналғанда өз көзімен көрді. Бірақ Сунг Ук пен Сунг Хун сұрақ қойғанда, ол пайдасын ойлап, сабырлы түрде Джи Хön қателескенін айтты. Оның сөзінше, қабырғадағы жазу бұрыннан өзін өлтіру болған. Сол сәтте адам табиғаты айқын көрінді. Ол екеуін жалғастыруға көндірген соң, Хаджун бейнежазбадан одан да қорқынышты нәрсені байқап қалды. Кадрда алтау тұр, ал жетінші адам камераны ұстап тұр еді. Оған ойлануға мұрша бермей, кенеттен шамдар мен шатырдағы жарық сөніп, эфир бір сәтте үзілді. Хаджун ашуға булығып жатқанда, экран қайта жанып кетті. Дәл сол кезде Сунг Уку хабарласты. Топ мүшелері жаңа шарт қойды. Олар жалғастырады, бірақ егер Хаджун табыстың тағы 20%-ын бөліссе ғана. Бастапқыда ол қарсы болғысы келді, бірақ көрермендер саны 700 мыңға жеткендіктен келісуден басқа амалы болмады. Сыртта Шарлот пен Джи Хön ақыры тыныстап, қауіптен құтылғандай көрінді. Бірақ олар шынайы түнектің енді ғана басталғанын білмеді. Жолдарын қайта іздеп келе жатып, өздері белгілеп кеткен ағашты көрді. Бірақ қанша жүрсе де, қайта сол ағаштың түбінен шықты. Сол сәтте ауада таныс иіс тарап, жерге қараған Шарлот зертханадағы қоқыстарды, тіпті сасық қауырсынсыз тауықты да көріп қалды. Жан даусымен Джи Хөнді шақырған Шарлот артына бұрылғанда, ол қатып қалыпты. Джи Хön жансыз қуыршақтай қозғалмай тұрды. Оның жаны ұшып кеткендей еді. Шарлот қорқынышын жұтып, абайлап жақындады. Бірақ ең үрейлі сәтте ол қолын тигізе бергенде, көзге көрінбейтін күш оның шашынан жұлып алып, жоғары қарай қатты көтеріп жіберді. Шарлот шыдай алмай айғайлап, арпалса жүріп босап шығып, қараңғылыққа қарай қаша жөнелді. Ал басқалары 4-ші қабатқа жетіп, жуынатын бөлмеге кірді. Тек сәл аялдап шығамыз деп ойлаған. Бірақ кенет қойма жақтан қатты тарсыл естілді. Қорыққанмен құлаққа барқылы Хаджунның бұйрықтарын тыңдап, қосымша ақыға қызыққан Сунг Ук пен Сунг Хун қоймаға кіріп кетті. Шын қараған сәтте бұрыштан бір мүгедек арбасы домалап шығып, арттағы есік тарс жабылып қалды. Олар артына бұрылғанда қорқынышты көріністі байқады. Бөлмедегі барлық жиһаз ауада қалқып жүріп, бірден жерге құлап жатты. Кейін қоқыстар жан-жаққа ұшып, біреудің ашу ызасы айқын сезілді. Сол сәтте Сунг Ук қатты соққы алып, есінен танды. Ал Сунг Хун серігіне көмектесемін бе, әлде өзін құтқарамын ба деп ойланып жүргенде, есік қайта ашылғанын байқамай қалды. Ол да есінен танды. Эфир көрермендері бұл кезде үнсіз 800 мыңға жетті. Ал Шарлот болса ең үрейлі сәтін бастан кешіп жатты. Қаша жүріп шатырды көрді. Ол соңғы үміті секілді оған қарай тұра жүгірді. Бірақ сыртынан жарық көрінгенімен, ішіне кіргенде қараңғылықтан басқа ештеңе болмады. Қорқып, Хаджунның атын шақырды. Сол сәтте ол шындықты түсінді, ол ауруханадан ешқашан шықпаған екен. Джи Хön әлі де бір бұрышта жансыз қуыршақтай қатып тұрды. Бірақ ең қорқыныштысы жердегі қуыршақ дәл оның аяғының түбінде жатты. Үрей мен үмітсіздік толқыны бойын басып, есін жоя бастады. Кенет аяқ дыбыстары жақындап, ол басын көтергенде адамға ұқсамайтын бұралған сұмдық құбыжықты көрді. Денесі мұз болып қатып, демі де тоқтап қалғандай болды. Қасында тұрған есікті ашпақ болып әрекеттенгенде, құбыжық оның әр қимылына ілесіп, қапталдап жылжып отырды. Ақыры есікке жетіп, дірілдеген қолын созды. Бірақ ол мықтап жабық екен. Шексіз азап пен қасірет Шарлотқа төзгісіз болып, ол бар күшін салып есікті ұра бастады. Жан даусымен көмекке шақырды. Басқа жақта ес-түссіз жатқан Сунг Хун ақырын көзін ашып, жанталасып 4-ші қабатқа қарай жүгірді. Ол Джи Хön мен аңға бәрінен қашып құтылыңдар деп ескерткісі келді. Ал дәл сол кезде олар әлі де 402-ші бөлменің есігін кесіп ашуға тырысып, басқалардың бастан өткерген сұмдықтарын білмейтін. Сунг Хун эфирді үзбек болғанда, Хаджун абдырап қалды. Көрермендер саны 990 мыңға жеткен еді. Жетістік қол созым жерде тұрды. Ол енді елеспе, өлім бе ештеңеге мән бермей, құрал жабдығын киіп, ауруханаға өзі ұмтылды. Ол 402-ші бөлмені ашып, бәрін аяқтауға бекінді. Бірақ дәл осы сәтте бұрын соңды болмаған қорқыныш есіктің алдында орын алып жатқан еді. Алдымен еш жерден бір пинг-понг добы домалап келді. Кейін есіктің тұтқасы өздігінен баяу бұрылды. Сол сәтте іштен Шарлоттың жан ұшыра шыққан дауысы естілді. Олар жүгіріп келсе де, есік мызғымай жабық тұрды. Қорқыныш күшейген сайын дәліз шамдары жаппай жыпылықтап,
ауынның өлшеу құрылғысы қатты құбылды. Бір сәтте, мазақ қылғандай, ешкім аша алмаған есік өздігінен айқара ашылды. Шам құлап түскенде, олар үрейден қатып қалды. Өздері аты аңызға айналған 402 бөлменің ішінде екен. Жан жағына қараса, қашатын есік жоқ, еден түгел қара суға толы. Тіпті төбесі де су қабатымен жабылып, бүкіл кеңістік төңкерілген тұңғиыққа айналғандай. Камера арқылы Сунг Хун бұрышта тұрған қара көлеңке бейнені байқап қалды. Бірақ объективті қайта көтергенде ол жоқ болып, орнына осы жерде жан тапсырған сансыз рухтардың азапты айқайлары естілді. Ал бұл кезде ештеңеден хабарсыз ағын 402 бөлменің ашық тұрған есігіне келді. Ол абайлап ішкенді. Бірақ көргені басқалардың бастан кешкен төңкерілген тозақ емес, Шарлот өткерген қасіретті көрініс еді. Ол серіктерін шақырды, бірақ жауап жоқ. Бөлме бос. Тек баяу оның артына тақалған көлеңке ғана бар еді. Сол сәтте Арын шынымен ақ серіктерінің сезінген үрейі мен үмітсіздігін жанымен түйсінді. Ол қозғала алмай, қалтырап тұрып, қолындағы камераны жайлап бұрды. Бірақ қорқыныш мұнымен аяқталған жоқ. Басқа бөлмеде Сунг Хун есін жиды. Өзін 4-ші қабат дәлізінде арбаға байлап қойғанын көріп, шошып кетті. Арбаға белгісіз күш ие болып, әуелі баяу бұрылды да, кейін зымырап 402 бөлмеге қарай айдап әкетті. Жол бойында әр есіктің ар жағынан қараңғы, суық көздер жылт-жылт етті. Бұл әділетсіз қаза тапқан науқастардың рухтары еді. Енді олар оның мәңгілік серігі болмақ. Ақыры арба 402 бөлмеге кіргенде, есік тарс жабылып, айнала тып-тыныш қалды. Экранда тікелей эфирді небәрі 503 адам ғана тамашалап отырды. Ал чатта неге эфир ерте бітті деген таңғалған пікірлер жазылып жатты. Басында миллион көрермен ешқашан болмаған. Шын мәнінде, жарық алғаш сөнген кезде ақ эфир үзілген еді. Одан кейін көргендерінің бәрі Гонгем психиатриялық ауруханасының рухтарының, бәлкім, директордың өзі жасаған елесі болатын. Ашкөздік пен пенделік құмарлық жетегінде Хаджун мен оның тобы қайтар жолы жоқ тұңғиыққа қадам басты. Барлығы бітті дегенде, эфир кадрында директордың бейнесі баяу көтеріліп, үнсіз жоғалып кетті. Міне, сол кезде ғана бұл қорқынышты түстің ақыры болды.